Қайырлы күн, қалайсыздар, амансыздар ма? Мен де міне қызымыз екеуміз отырмыз, балалардың тамағын дайындап жатырмыз. Максима сосын алып беремін. Мен қызым 18-ге толғаннан кейін онлайн өткізеді екен комиссиядан. Олар балалардың бір көрінгеннен кейін екінші группа берді. Сосын екінші группа бергеннен кейін маған соттасып аласыз деді. Олар білмеймін нені айтқан, мен ойладым қарағаныма төлейді екен деп. Сөйтіп сотқа арыз беріп, опекунство бәр книжкасын алдым. Сотталмаған деген наркоман емеспін деген справкаларын өткіздім. Сөйтіп маған опекун деген карточка берді. Бірақ енді ол карточканы мен не істеймін? Маған қарағаныма төлемейді екен, қызыма қарағаныма. Сонымен екеуміз 90 мың пенсия алып отырмыз. Инвалид баласы барларға қиын екен. Негізі мынандай сөйлемейтін, ақыл-есі төмен деген балаларға бірінші группа беру керек қой. Негізі онлайн комиссиядан өткізу қате деп ойлаймын өз басым. Сонымен отырмыз, главное амандық болсын деп. Алла балаларымызды көзқуаныштарды ауыртпасын, ешкімді баламен сынамасын. Сөйтіп мен айтамын да, енді бейбітшілік тоғызға барып, мен онда немеге соттасын, маған ақша төлемесең де, маған қарағаныма төлену керек қой. Бұл өзі өмір сүре алмайды, тамақ іше алмайды, киін алмайды, сөйлемейді, ақыл-есі төмендеп беріп тұр психбольница десем, білмеймін дейді ғой немеге соттасып жүргеніңізді. Сонымен бірақ опекун деген қағазын алып алдым. Аман болайық, балалармен ешкім сынамасын.